Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі біздің ақпаратымыз осы соңғы кездегі әлемдік геосаяси сахнадағы өзгерістер туралы болмақ. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Біріншісі, мына Американы басқарып отырған Байденнің тұтқиылдан, еш мәлімдеме таратпастан Украина астанасы Киевке келуі, осы оқиғаның Путинге берген соққысы. Ал Путиннің аяқ астынан Украинға соғыс ашқандығының бір жылдығы кезінде аталмыш маңызды мәлімдеме, маңызды баяндама жасағаны. Осыған іркес-тіркес Қытай тарапынан да аталмыш баяндаманың жасалғаны, осы сияқты оқиғалардың барлығын өрбітіп, таратып, талқылап, сіздерге мынау дүниеде не болып жатқандығын ашалап жеткізуге тырысамыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бірінші, дүние екі-екке жіктеліп тұр. Иран, Қытай, Ресей үштігі. Ортасында біздің Сұмырай Тоқаев және осы Путиннің қолшақпарлары бар. Бұл үштік. Енді осыған қарата Еуропа, Америка бастаған демократиялық елдер блогы. Бұғанға дейін еврейлердің мемлекеті Израиль біресе орысшыл боп, біресе батысшыл боп екі ортада тұрған. Себебі Израильдің орыс жерінде бизнес жасайтын мүдделі топтары көп. Және Израильде Ресейден қашып барған шын өтірігі аралас еврейлер де өте көп. Тіпті бір кезде Израильде Ресейді жақтайтын ереуіл де болған болатын. Соңғы кезде Израильдің басшылары демократиялы ел болғандықтан сайлауда билет көп алу үшін орыс тілінде үгіт насихат жасауға мәжбүр болды. Неге десең, Ресейден және бұрынғы Совет одағы елдерінен Израильге қоныс аударған орыс тілді халықтың, орыс тілді еврейлердің саны да әжептәуір көбейіп қалған болатын. Бірақ бұл Ресейде туыс-туғаны, бала-шағасы, таныс-білісі қалған, Ресей мен Израиль ортасында сауда жасап жан бағып жүрген, бір мүддесі Ресейге байланулы бұлардың Путиншіл болатыны да қызық. Енді өстіп, соғысқа Израиль мемлекеті кірмей тұрған кезде Израильдің соңғы шешімді қабылдап, енді Украин жақпен одақтас болуы әлемдік үлкен саясатта үлкен өзгерістің басы басталғандығын білдіреді. Енді бірден таратып айтайық. Бұл көп жұрт, көп қарапайым біздің ақкөңіл ауылдағы аға жеңгелеріміз ойлағандай, ой, Ресей құрды деп едің, әлі құрған жоқ қой дейді. Мәселе бұның барлығын істетіп отырған ақша. Ресейде Путиннің жиған ақшасы, дүниеде мұнай газдан үлкен ақша көзін айналғаннан бастап Путин ақшасын жейді. Ал сол жиған ақшасының біразы санкцияда болғанмен, біразы Ресей жерінде тұр. Енді осы ақшаның бәрі соғыста күйуі керек. Ол күйіп соңғы рублі қалмай, Путин жай әскеріне ақша төлей алмай, генералдарына да ақша төлей алмай қалған кезде, қару-жарақ өндіретін зауытына да ақша төлей алмай қалған кезде соғыс тоқтайды. Ал Путиннің атарға бір оғы бар да, бұл соғыс тоқтамайды. Әңгіме осында тұр. Енді қызығын айтайық. Иран басшысының Қытайға сапары енді бұл үлкен бір әңгімені бастап жіберді. Яғни, Иран басшысының Қытайға сапары үлкен зор қаржылық мәселеге айналды. Себебі Қытай енді Иранға бір өңір бір белдеу, яғни Belt and Road жобасы бойынша зор қаражат беретін болып тұр. Осы оқиғаға байланысты
Иран, Ресей, Қытай үштігінің қалыптасқандығын ашық әшкере дүниеге жариялаған сияқты болды. Иран, Ресей, Қытай үштігі бейне екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Жапон, Италия, Германия фашисті үштігі сияқты болып тұр. Енді көрдіңіздер ме? Ал Иран басшысының Қытайға баруы Иранмен дүрдараз Израильдің Украинге келуіне себепші болды. Израильдің сыртқы істерінің Украинға келуі, Израильдің ресми түрде Украин тарапқа шығуы бұл осы оқиғаға қатысты деп айтуға болады. Ал Байденнің Киевке келуі анығында, ашығын айтқанда, демократиялық мемлекеттердің тарихында болмаған ірі оқиға. Себебі Америка тарихында Америка әскері ресми контролдамаған жерге Американың президенті ешқашан бармаған екен. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде де, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де, тіпті терроризмге қарсы соғыс ашқан Буштың кезінде де ешқашан. Американың әскери базасы контролдап тұрған жерге ғана Америка басшылары іс-сапармен барған екен. Ал мынау дәл соғыс болып жатқан, тіпті Киевке барғанда әуе шабуылынан қорғанатын дабылдың өзі қайта-қайта қағылып, ысқырып тұрған жерге Байденнің баруы бұл жеке бір тұлға тұрғысынан қарағанда үлкен ерлік. Американың басшысы ретінде қарағанда бұл бұғанға дейінгі Америка басшыларының ешқайсысы істемеген төтенше қарекет болып тұр. Айттық, бірінші дүниежүзілік соғыста да, екінші дүниежүзілік соғыста да, тіпті мынау арабтармен қырғын жасаған Буштың кезінде де Американың әскери базасы ресми меңгеруіне алмаған жерге Америка басшысы ешқашан бармаған екен. Ал Байден шалға бұл ой қайдан келді? Байден шал соңғы кезде саясатта ырықсыз орынға түсіп бара жатыр. Ең біріншісі, шал билікке келгенде уәделерінің ешқайсысын орындай алмады. Осы жерде туып, осы жерде өскен америкалықтардан тыс, жай сырттан келген біздің өзіміз Америкадағы қымбатшылықтың куәсі болдық. Былтыр Toyota Camry'ға 42-45 долларға бір бак толтырсақ, биыл оны 80-100 долларға толтырамыз. Алдыңғы жылы 100 долларға супермаркетке кіріп, сүйретпе, итерме арба менен бір арба толған азық-түлік алсақ, биыл 100 долларға 2 пакет қана анау-мынау шұрым-бұрым зат алатын болдық. Былтыр 100 долларға балықты, мынау Атлантик салмон деген, Атланттың салмон балығын сала-құлаш қып, сала-құлаш салмондарды алып, бәленбай салмон алып, балықтан соғым сойып алғандай болып, қарық болып отырсақ, биыл 100 долларға ұзаса 2 ұшақ балық алатын болдық. Яғни қымбатшылық қысты. Бұл негізінде Украин соғысынан бұрын қымбатшылық қысып қойған еді. Бірақ Украин соғысы осы қымбатшылықты тудырып отырған Байден билігіне үлкен орай болды. Соғыс болғандықтан қымбатшылық болды деуге үлкен орай болды. Екіншісі, Қытайдың барлаушы тыңшылық шарларының Америка кеңістігінде жүруі билеуші топқа үлкен ыңғайсыздық тудырды. Және бұны халық байқап қойып, халық шулағаннан кейін барып, әскери тарап мәлімдеме таратып, одан Байден шал бұйрық беріп, ол Қытайдың шпиондық шарын атып түсірді. Ол анау-мынау емес, Американың ең үлкен әскери базасының үстінде қалықтап тұрған шар. Бұл шары бір емес, 4-5 болып кетті. Артынан Жапонның кеңістігінен, оның артынан Канаданың кеңістігінен, оның артынан Тайвань кеңістігінен шпиондық шарлар байқалды. Оны тіпті бытқытып алды. Ол одан бұрында келіп жүрген ондай шар деді. Онда неге айтпайсың деп халық көтерілді. Одан Трамп кезінде болған деп ақталып еді. Трамптың кезіндегі әскери генерал, қорғаныс министр біздің кезде ондай шар көрген жоқпыз деді. Ешқандай тіркеуде жоқ.
Қысқасы бытқып шар оқиғасына байланысты енді Байден шал атып түсіруге бұйрық бермеске шарасы қалмады. Енді осы шардың өзі шалды ыңғайсыз жағдайға қалдырып, мемлекеттің қорғаныс жүйесіндегі үлкен бюрократияны көрсетіп, шал не істерін білмей, отырса опақ, тұрса сопақ боп тұрған кезде Байден шал жалдаған адвокат Байден шалды сатып, Байден шал рұқсат қылынбаған президенттің өзі Ақ үйден алып кетуге тиіс емес құжатты үйіне алып келді, және ол құжаттар оны көруге мүмкіндігі болмауға тиіс адамдардың көріп қоюына мүмкіндік тудыратын жерге барып қалды деп әшкерелеп, енді Байден шал осы мемлекеттік құпия құжаттарды заңсыз үйіне алып келген үшін тінтуге ұшырап жатыр. Мен сіздерге қайталап айтайын. Мемлекеттің президенті, қорғаныстың бірінші бас қолбасшысы, мемлекеттің президенті, Америкада 3 билікті қолын ұстап отырған, әлемнің супер үлкен мемлекеті, әлемнің ең бірінші экономикалық тұлғасы, әлемде ғылым, техника қуаты ең бірінші елдің, әлемде әскери қуаты ең бірінші елдің. Бұл елдің президентін жай бір адвокат әшкерелей салады, және сол мемлекеттің конгресі оны сұрақ қалады. Тіпті алда сот болуы да мүмкін. Міне демократия. Біз бір президент түгілі депутаттардың құпия құжаттарды үйіне апарып тоқалына, мына қағазды ана киіміш көйлек шкабыңа тыға салшы деді ма, демеді ма білмейміз. Тарихымызда ондай әңгіме болмаған. Ал мына Американы көрдіңіз ба? Қаласа президентті сотқа тартады. Қаласа президентке импичмент жариялап, қызметінен кетіре алады. Қаласа тергей алады. Міне, өстіп, Байден шал ішкі демократиялық жүйеде өзінің осы Американың билігін қолын алғаннан бергі мынандай сұрапыл ыңғайсыз жағдайға ұшырап тұрған кезінде енді бұл шалға анау әлсіреп бара жатқан образын көтеретін, төмендеп бара жатқан рейтингісін көтеретін бір жұмыс істеу керек болды. Ол не? Америка тарихында. Анау Америка болғаннан бері ешқандай президент істемеген, Америка әскері ресми меңгермеген жерге барып, мынау тіпті әуе шабуылы дабылы қағылып тұрған Киевтен сопаң етіп шыға келу болды. Бұлай қарасаң, пиардың 77 әкесі. Шалың пиарды өлтірді, жанын шөперекке түйіп тұрып. Себебі, дәл сол кезде Киевке шабуыл жасалса, немесе бұл шалдың жұмысы әшкереленіп қап, Польшаның шекарасынан пойызбен отырып, 14 сағат Киевке жеткенде, есерсоқ Путиннің атқан зымыраны қақшекесінен тиіп, пойызымен қосып, арам қатса, бұл шал Америка тарихындағы бірінші жат ел жат жерде өлген, жаудың қолынан өлген бірінші басшы болатын еді. Бұл Америкаға, Америкада не көп, мәлкілдек шал көп. Американың қатқан жүйесі бойынша ойбай елбасы өлсе күн батыстан шығама деп жылайтын қазақ емес бұлар. Байден шал сияқты мәлкілдек шалдың 100 өліп қалса да мына жүйе қозғалмай тұрады. Неге? Орнында автоматты орынбасар президент бар. Тіпті орынбасар президент кез келген жағдайға ұшыраса, оның орнын басатыны бар. Оның орнын бірден жаңа Конгресс сенаттан адамдардың қалай басатыны тастайғы формула жасалып қойған. Сол жүйе бойынша автоматты бәрі бекітіледі. Тіпті президент барымтаға алынып, немесе өзіне өзі жауап бере алмайтын жағдайда болған жағдайда орынбасар президент автоматты қалай өзіне өзі билікке келеді, немесе Конгресс шешім қабылдап қалай әкеледі, бәрі жасалып қойған. Бәрі жасалып қойған. Бар болғаны бұл жерде жау қолынан өлді дейтін имперлік имиджге, беделге, орыстың оғынан өлді деген жаманатқа қалу дейтін бір ғана уайым бар да. Себебі білесіздер, қазақ тарихында үлкен батырларымыз, әсіресе мысалы атағы шыққан жауды қынадай қырған батырларымыздың бейіті құпия болады. Неге? Ақпарат жоқ, бәлен жерге жерледік жоқ. Неге құпия болады? Себебі жау қорлайды. Бірі мәйітті қазып алып қорлайды. Бір, екіншісі
әдейіге ана мәйіт әлі шірімей тұрғанда басын кесіп алып, оны біз өлтірдік деген әдейіге өтірік фейк тарих жасайды. Ана Бәленбай батырды біз өлтірдік деп, оны бір жай Ортанқол батырына жаңағы теліп, біз өлтірдік дейді. Осындай сұмдық болмау үшін, халықтың тарихы қорланбау үшін, мысалы Қаракерей Қабанбай батырдың мәйіті қай жерге жерленгенін қазақ баласы білмейді. Ал Қаракерейлердің өз ішінде ол кісінің мәйітін бір ен жазыққа көмген, артынан Бәленбай 100 000 жылқыны опырлатып арыда берді айдап, ана жазықтың қай жері қазылғанын көрінбейтін, білмейтін қып, таптаурын қып тастаған деген сөз бар. Тіпті бейресми дерек көзінде біздің бала кезімізде Қабанбай батырды жерлеп қайтқан жігіттердің басы алынған дейді. Мәңгілік құпия болу үшін басы алынған дейді. Енді қазақтар шынында сондай жауыздыққа бара ма? Мен ойлаймын, барса барады. Себебі Қабанбай батыр ол тек қалмақты ғана өлтірген жоқ. Бұйрықты атқармаған, қазақтың да басын допша домалатып отырған. Ол кісінің жауы жай ғана жоңғар болған емес. Ұлт мүддесінде солқылдақ болған, тапсырылған міндетті орындамағанның бәрінің басын қағып отырған кісі ол. Ата бабамыздың сол даңқты тарихы қайтадан оралатын болса, бізде ұлттың мүддесінде үнсіз қалған, ұлтқа қарсы жұмыс істегендердің бәрін қазақ екен деп аямай, басын допша домалатуымыз әбден мүмкін. Сол заман қолымызға тисе, ата бабамыздың сол даңқты замандар қайтадан келсе, бізде қазіргі қазақ қоғамында етек алған, қорасындағы сиырын сату үшін қойнындағы қатынымен ақылдасуға мәжбүр болатын қазақтың ұлттық мүддесі мен намысын сатқан кезде ешкіммен ақылдаспайтын болған. Қазақтың ұлттық намысы мен мүддесі ешкімге керек болмай қалған мына кездегі барлық сатқынның ең жоғары Ақордада, Қарордада отырғаннан ең төмені көшедегі арсыз сатқынына дейін жазалайтын бір заман туар. Бұл енді жаңағы жау қолынан өлу деген, ұлтқа намыс деген, ана Байденнің орыс қолынан өлуі америкалықтарға намыс болуы мүмкін. Содан барып Қабанбай бабамыздың жасырын жерленуі одан ары әңгіме туып кетті. Айыпқа бермаңыздар, қайтып келдік, әңгімені жидық. Сөйтіп Байден шал Путинесер соқтың зымыраны қақшекесінен тиетін қауіпке қарамай тұрып, Вашингтоннан ұшқаннан ұшып, Германиядағы Американың әскери базасына барып, одан ұшқаннан ұшып отырып Полшаға кеп, Полшадан алдымен көлікпен, одан кейін пойызбен 15 сағат отырып, таңертең әлі Киевтің халқы жұмысына оянып тұра қоймаған адамда көшеде кептелектің аз кезінде Киевтен мәлкілдек шал қалт-құлт етіп пайда бола қалды. Бұл енді анығында үлкен оқиға. Бұл шалды осығанға дейін, мысалы, мен жақсы көрген емеспін, жасырмай айтам. Бірақ мына шалдың 8 жыл орынбасар президент болып Обамаға жүрген кезінен тартып, саясаттың әбден дәмін татқан, нағыз айлакер, әдіскер саясаткер екендігіне осы Киевке барғанда көзім жетті. Шал бір оқпен 2 қоян түгілі, бір оқпен 200 қоян атып алды. Бірі, бұл Америка тарихындағы соғыс алаңына барған бірінші басшы болып тарихта қалды. Екіншісі, Путиннің мына соғысты бастағанның 1 жылдығы кезінде Путиннің абыройын айрандай төгіп, жауының қолқасына тура қанжарын тығып алғандай болды. 2. Үшіншісі, Америка дейтін ел, тіпті оның бірінші басшысы мына іргеде тұрған Ресейді көзіне де ілмейтінін, яғни Ресейдің басы бүтін тас талқан болып жеңілгендігін, енді оның Америкаға да қауіп төндіре алмайтындығын, ана Лавров және одан бұрын ғана Жириновский дейтін есектер, біз Вашингтонды жарып жібереміз, біз Нью-Йоркты жарып жібереміз деген оттамаларының бәр көпірме көбік сөз екендігін, жаңа күлге ойнаған есектің аңырағаны сияқты шаруа екендігін, ал шын мәнде міне шекараңның түбіне келдім, сен жаулап алам деген, бұрынғы орыс жері деген Киевке келдім, ал енді не істейсің деген мына бір өктемдігін көрсеткен кезде Путин бейшара бармағын шайнап, давай деп 100 грамын ішіп жіберді ау деймін. Күйіктен
өкініштен, дәрменсіздіктен, өзінің сасық көкірек, орысқа ғана тән сасық көкірек, тәкаппар шайтан мінезділігінің жауабын алған Путин, Құдай біледі, бармағын қарш еткізіп шайнап, өкініштен көзінің жасы көлдеп, өле қалайын деп, асыларға жіп таба алмай қалған болуы мүмкін. Бұл шын мәнінде үлкен оқиға. Байден айлакер саясаткер екендігін бір көрсетті. Және өзінің ел ішінде беделінің түсіп бара жатқан кезінде саяси ұпайды жинағанда сұмдық жинады. Міне саясаткер. Міне саясаткер. Енді қазір Байден шалдың халықарадағы имиджі, Америкадағы имиджі, ол кетті, аспанға ұшып кетті. Бұғанға дейін бұл шалды мен құсап мәлкілдек шал, қалтылдақ шал деп сындайтындардың барлығы ашық түрде, туиттерде шалды мойындап қалды. Себебі шал кепке бір барып, қысқасы өз қалт-құлт етіп, талтақ-талтақ етіп жүрген жүрісімен ана есерсоқ Путинді бір теуіп, тура бір теуіп, тезегін шығарғандай болды ғой. Сөздің шыны осындай болды. Енді осы кезде Израильдің келе қалуы, Иранның Қытайға баруы бұл үлкен оқиға. Енді қызық. Иранның Қытайға баруына жауап ретінде Израильдің Киевке келуі болды. Ал ендігі әңгіме алда болашақта Си Цзиньпин Мәскеуге келеді дейді. Егер Си Цзиньпин Мәскеуге келсе, онда Тайванның президенті Цай Инвэнь Вашингтонға барады. Міне бірге бір шахмат қалай ойнайды. Иран Бейжіңге барады, онда Иранның жауы Израиль Киевке келеді. Енді Си Цзиньпин Мәскеуге барады деген әңгіме шығып жатыр, онда Тайванның басшысы Вашингтонға барады. Яғни батыс пенен шығыс, былайша айтқанда Иран, Қытай, орыс үштік диктаторлық жүйесі қазір дүниеде анық түрде екіге бөлініп, жіктеліп тұр. Тек бар болған Қытай Ресейді ашық қолдайтын, біз Ресеймен одақпыз деп ашық айта алмай тұр. Қытайдың компаниялары Ресейді жасырын қолдап отыр, бірақ оған Америка бірден санкция жасап отыр. Қытай қымбатқа Ресейдің мұнай газын алып отыр, Америка бірден оны біліп отыр. Американың ресми ақпаратында Қытай компаниялары Қытай өкіметіне уәкілдік қылады деген сөз айтылды. Яғни Қытай енді ол компаниялар біздің қатысымыз жоқ деп ақтала алмайтын болып отыр. Енді қазір дәл осындай кезде қазаққа бұның не қатысы бар? Америка енді қысқасы өткенде мынау Камала Харрис Мюнхендегі сөзінде ашық түрде Ресей жеңілді деп айтты. Американың қорғаныс министрі Ресей жеңілді, соғыс тактикасынан, стратегиясынан, соғыс әдістемесінен жеңілді деді. Ал Байденнің өзі Ресей батыс жіктеледі деді. Бірақ ол қателесті. Біз керісінше бұрын соңды болмаған деңгейде одақтаса түстік деді. Енді осының барлық кезінде мына сұмырай Путиннің сұмырай иті, басыбайлы құлы, құлақ кесті құлы, таңбалы құлы Тоқаевқа және оның командасына Америкадан санкция салынуы бек мүмкін. Неге? Бұл иттің де ана қожайынына бүйрегі бүлкілдеп тұрғанын тамыршы батыстың зерттеушілері білмей отыр ма? Біліп отыр. Беске біліп отыр. Біз осының өзінде қанша адаммен сөйлесіп, қанша адамның сұрағына жауап беріп болдық. Ресми, бейресми. Яғни Тоқаевтың ындынның қай жақта екенін біз аузымызды ашпай тұрып біліп отыр. Бірақ біздің аузымыздан тағы бір мәрте басқа дәлелдерді алып, Тоқаевтың Путиннің басыбайлы құл екендігін біліп отыр батыс. Ендігі уақытта түйені жел ұшырса, ешкіні аспаннан көресіңнің әңгімесі болады. Путин өледі, немесе Путин орда төңкерісінен қолға түседі. Ресейде осы соғысты аяқтататын саяси күш сахнаға шығады. Саяси күш сахнаға. Путиннің мынау сөзі, енді міне лекциямызға келді. Путин сөйледі, сөйлегенде бүйдеді деген мына лекциямызды айтайық. Путиннің бұл сөзі, сөздің шыны Путин сөйлейді, ойбай, Путин жаңағы мәлімдеме таратады дегенде-ақ біз ол Путин не айтады деп ойланғанда жоқпыз да. Себебі
оның не айтатынын, оның анау тауық миы бойынша, оның ана арақпен уланған ата бабасы, оның анау әкесінің шешесінің кім екенін білмейтін анау тексіздің ана миының жүйесі, ана қарапайым ойлау жүйесі, киепті бір күнде аламын деп бір жылда ала алмай отырған мына топастығы, қысқасы анау сасық көкірек орыстардың кеудемсоқ зұлымдықтарын, оның қандай сөз айтатынын біз айтпай тұрып біліп қойдық. Ол бірден бүйтіп айтты ғой Путин. Бұл соғысқа батыс кінәлі деді. Мә. Соғысты өзі бастайды екен. Оған батыс кінәлі екен. Енді адамзат тарихында осындай логика бар ма? Соғысты бастаған Путин, оқты атқан Путин, қалаларды қиратқан Путин, 8 миллионды 10 миллион Украинаның отанынан кетіп, ауыл қыстақ аудан қалашықтарға дейін қирап қалуға себепші болған Путин. Орыстың жеріне Украин басып кірген жоқ, Украинның жеріне орыс басып кірді. Енді бұл Путиннің бұған батыс кінәлі дейді. Оттаған сөз. Екінші бірі. Мына батыс ЛГБТ екен. ЛГБТ болып бітіпті де Путин мына адамзаттық құндылықты қорғағыш екен. Мен бұл туралы баяғыда да 100 мәрте айтып қойдым. Бұны Қазақстанда ғана Бекболат, Секболаты бар, тағы басқа со сияқты секталар, олар батысты жамандағанда осы Путинді көзқарас бойынша жамандайды. Олардың ойынша ЛГБТ батыс екен, батыс ЛГБТ екен. ЛГБТ батыстың патент екен. Бірақ олар бұны Нұх пайғамбардың кезінде Арапта барын, Лут пайғамбардың кезінде Луттың қауымында барын, Нұхтың ұлы мен әйелі осы қауымның жақтасы болып жазаға ұшырағанын, Луттың қауымы осыдан құрып кеткенін олар білмей ма? Діни панаттан біледі. Бірақ бұны сол Путин ауыздарына салып берген, Путин шайнап берген теориямен ЛГБТ батыстікі дейді. Бірақ батыста ешқашан мен әйелді ұнатпаймын, мен еркекпін, бірақ еркекті ұнатам десең саған мәжбүрлеп әйелді қоспайды. Мысалы, бір әйелдің бағыты ол еркекті ұнатпайтын әйел, бірақ әйелді ұнататын болса, оған мәжбүрлеп күйеуге тигізбейді. Өзің білесің. Ешкімге мәжбүрлік жоқ. Өзің білесің, өзің шешім қабылдайсың. Батыс сені бас салып, еркекті сен әйел бол деп бас салып, әйелге еркек бол деп айтпайды. Ол өзің білесің, өзіңнің адамдық құқың. Ал бұл ЛГБТ-ні батысқа телу діни сектанттар менен Иранды негіз еткен діни сектанттар, оқабис-соқабистер, сосын мына путиншілдердің батыстың демократиясын жек көрішті көрсетіп, өздерінің диктатуралық жүйесін әдемі жақсы көрсету үшін шығарған дүниесі. Ал енді шындығында Парижде іске асқан коммунистер өздерінің керемет бір жаңағы тарихи шұғылалы жеңіс дейтін Париж коммунасы деген ең алғашқы коммунистік шайтандық жүйе орнаған Париж коммунасы кезінде сол Париж коммунасындағы еркектер мен әйелдер ЛГБТ болған. Сол заманда солар ЛГБТ болған. Бірінші құдайсыз пролетариаттық жүйені орнатқысы келген, бірақ сәтсіз болған сол Париж коммунасындағылар ЛГБТ болған. Ленин, коммунистік Ленин, сол патшалық кезде соның командасындағылар Шар Россия кезінде сол еркек пен еркек болып қойып, әйел мен әйел болып қойғандардан барып, сол Лениннің командасы жасақталған. Ал осы маркстік осы идеологияны дәріптеуші Маркстің өзі университет оқығанға дейін ол кәдімгі христиандық бағытты ұстанған. Еврей, бірақ христиандық бағыт. Оның әкесі де сондай болған. Бірақ екінші курс оқып жатып, ол өзінен жоғары 2-3 жыл бұрын оқыған сатанизмді дәріптейтін, яғни Иса пайғамбарды терістейтін, Құдайдың барлығын терістейтін сатанистік топ құрады. Осы топқа, сол әйел құрған сатанистік топқа Маркс мүше болып кетеді. Сөйтіп ол әкесіне жазған хаттарында
пайғамбарларға тіл тигізетін хаттар жаза бастайды. Құдайға тіл тигізетін хаттар жаза бастайды. Сол бірінші сатанистік топты құрған сол әйелдер, сол еркектер сол заманның ЛГБТ-лары болған. Енді Путин әрбірден кейін сол Совет одағын аңсаған, сол Совет одағының арғы идеологы Маркстің кім болғандығын, Париж коммунасының кім болғандығын, мынау Лениншілдердің кім болғандығын Путин ұмытып тұр ма? Путиннің аңсаған Совет одағының арғы жағында сол болған. Путин аңсаған Совет одағының басшылары, міне фотодан мен салмаяқта қойын, Google-ге іздесеңіздер шығады. Совет одағының басшылары, анау дәу шалдар, ана жуан, мәлкілдеген шалдар, кезіккенде солар бірімен бірі жай бетімен тиістіріп сүйіспек түгіл, аузымен сүйісетін. Ол Совет кезінде сол шалдардан моды болған. Тура аузымен ауыз, екі Советтің сасық алқаш орыс шалы, анау Брежнев Хрущевтерің, сонда бүкіл дүйім жұрттың алдында, медианың алдында аузымен сүйісетін болған. Міне, сол коммунист шалдарың сол заманда былай болып ауытқып кеткен. Міне сол коммунистердің ұрпағы Тоқаевың сол былқ етіп жүр. Қатын жоқ, бала жоқ, қаңғыған былқ етіп, ана бұраң етіркен жүрісімен Тоқаевтың не істеп жүргенін енді өздеріңіз-ақ ойлап жетерсіздер. Ерінді бояп, бетті бояп, жаңағы қасты бояп, Тоқаевың бұл. Қатын қайда, бала қайда? Міне керек па ЛГБТ? Міне ЛГБТ-ның жетекесі қайда жатыр? Неге Қазақстанда әскерилерді зорлап өлтіреді? Неге түрмеде еркектерді еркек зорлайды? Неге армияда қазақтың өрімдей жас жігіттерін қорлап, зорлап, еркек зорлап, қорлықпен өлтіреді? Неге өткенде ғана армияда өлген жігіттің денесінен бәленбай еркектің шауқаты пайда болғаны дәлелденіп тұрса да, Тоқаевтың жандайшабы Айман Омарова ең соңында оның барын жылы жауып, мәселені сиыр құйымшақтатып бітіреді. Ол делоны Айман Омарова алған күннен бастап мен айттым, бұл делоны мемлекет үнсіз жабуға тырысады. Неге? Айман Омарова Дулат Ағаділдің өлімін аяқсыз қалдырды. Дулат Ағаділдің өлімін. Бүкіл нәрсені жауып билікті ақтайды. Ол биліктің адвокаты. Сол өткенде армияда өлген жігіттің делосында болған оқиған жариялап тастаған жігітпен мен сөйлестім. Айман Омарова адвокат болатын бол. Жоқ, оған жолама дедім. Ол жігіт бізден қорқып, қашып пысып жоғалды. Неге? Биліктен қорқты. Мен Америкада жатып, телефонын таптырып тұрып сөйлестім. Биліктен қорқты. Міне Айман Омарова енді ол делоны жауып, асылып өлген жігітті өзін кінәлі қылып шығарып отыр. Бұның барлығы неден? ЛГБТ-дан шығып отыр ма? Бұның барлығы айналып келгенде, қандай әңгіме десеңіз, әділетсіздіктен, зұлымдықтан шығып отыр. Әділетсіздік. Бірақ Америкада, Еуропада демократия орнаған сол ЛГБТ-ның өзіне рұқсат берген жерде еркек зорлау бар ма? Түрмесінде бар ма? Армиясында бар ма? Жоқ. Ал ЛГБТ-ға қарсы болатын Ресей мен Қазақстанда бар. Осыдан нені білесің? Яғни Путиннің және Қазақстандағы сектанттардың аталмыш ЛГБТ-ға қарсы болуы ЛГБТ-ны сылтаурата отырып батыстың демократиясына қарсылық. Батыстың демократиясын сүйкімсіз көрсету үшін олар осыны сылтаурата. Анығында олардың арғы аталарының бәрі ЛГБТ болған. Коммунистерің де, Путиннің де, мына Тоқаевыңның да. Әңгіме қайда жатыр. Енді сөйтіп, бұл жерде Путин өзінің сөзінде Пөтенжан бүйтіп айтыпты. Соғыста отан үшін құрбан болған
Құрбандардың саны өте көп, мен бұл арада уақытқа байланысты оның бәрін бірден оқи алмаймын дейді. Бейресми дерек бойынша 140 мың орыс әскері ажарылып құшыпты. 140 мың әскер. Енді ойла, 140 мың әскерді Путин қайтып оқиды. 140 мың шеше, 140 мың әке баласынан айырылды. 140 мың әйел немесе қыз Құдай қосқан қосағынан, не болашақ қосағынан айырылды. Егер үйленген болса, 140 мың бала әкесіз қалды. Енді қараңдар. Енді бұл жерде неше түрлі сөз айтады. 140 мың, 150 мың дейді. Біз орта есеппен 140 мың деп отырмыз. Қалқарада бір өлген әскерге 3 әскер жаралы болады дейді. Онда есептей бер. Қанша әскери адам өлді? Жарты миллионға жуық әскер жаралы. Жарты миллионға жуық әскер жаралы болып отыр. Ал бұл жаралы болғанда қол ұшып кетті, көзі көрмей қалды, жарылыстан құлағы жарылып кетті, мүгедек болды, сирағы жоқ, өртеніп кетті, күйік болып қалды, сал болып қалды, талып қалды, жармес болды, жынды болды. Жарты миллион. Ал бұл жарты миллионға жуық мүгедек болған, денсаулығынан айырылған орыс әскері, ол ең соңғы өлгенге дейін осы қоғамның тірі қылмысының тірі куәгері болып тұрады. Ол әрбір мүгедек көшеде жүреді. Оның отбасы, оның бала-шағасы, оның туыс-туғаны, оны докторға барады ауырып, оны емдегенде бүкіл ел кімді ойлайды? Путинді ойлайды. Мына әділетсіз соғыстың зардабын ойлайды. Ал өліп қалғанда адамдар ұмытады. Өлгендерді ол түк емес. Жаңағы 140 мың, 150 мың өліп қалған әскерилер түк емес. Ұзаса жаңағы бір айда жылап сықтап орыстар ұмытады. Давай енді, давай, енді деп ішетті, ұмытып қалады сосын. Сосын оның қатыны жаңағы Наташасы, Александрасы енді ойлай бастайды, енді кімге тиісем екен деп. Бітті болды. Орыстың шипасы сонымен бітті. Ол орыстың қатыны байын мына жақтан алдыңғы шепке салып қойып, мына жақтан өзі со замандағы запасын дайындай береді, ол кім біледі ол. Міне. Енді қараңдар. Жаңағы жарты миллионға жуық жаралы әскер, ол тұтас орыс қоғамының тірі мәселесі. Мәңгілік тірі мәселесі. Путин соны айтып отыр. Мен бұны уақытқа байланысты бұл арада бірден айтып отырмын. Путиннің сөзі бәріне Еуропа мен Америка кінәлік. Сол Еуропа мен Америка оған соғыс ашқызыпты. Ол сол адами құндылықтарды қорғау үшін ол сөйтіп осы соғысты бастаптымыш. Ей, Путинжан, анау Латын Америкадан тартып бүкіл Түркия, бүкіл Арабияға қаңғып кеткен, ана Қытайдың бүкіл қаласын толтырып тұрған, бүкіл Жапония, Кореяға барсаң, қай жерге барсаң, сол жердің бүкіл қылмыстық ісі орыспен қатысты. Бүкіл жезөкшесі орыспен қатысты. Мынау Нью-Йорктің, Американың ана үлкен мегаполис қаласынан тартып ұсақ қалашықтарына барсаң, бүкіл түнгі клуб, бүкіл жаңағы жын ойнақтың бәрі орыстың қызы. Сонда сен Путин атаңның басына адами құндылықты қорғап жүрсің ба? Қайтып сен Ресейдің бірінші байы болдың. Ресейдің қайтып бірінші байы болдың. Ресей халқының бүкіл байлығын тонап, бүкіл қызын жезөкше қылып жер әлемге қаңғытып жіберген бірінші қылмыскер сенсің. Енді атаңның басына адами құндылықты қорғау үшін деп отырсың ба? Бұлардың бәрі қанішер және ұры қарақшы. Бүкіл халқын қақсатып, бүкіл солардың адам құсап өмір сүретін мүмкіндігін ұрлап алып, енді келіп, оның бәріне батысты кінәлайды. Осыдан ақ ойлай берсеңдер болды. Қандай арсыз жүйеден шығып отырмыз. Қалай мына қазақтың досы болған, мына біздің биліктің қорғаушы құдайы болған Путиннің сиқы қалай міне.
Енді анау Қытайдың басшысының сөзі, мына Шинхуа агенттігінің таратқан баяндамасы, енді о да былжыраған әңгіме, қысқасы тұтасымен сол Америка кінәлі екен, сол Американың кінәсінен сөйтіп бүйтіп қапты. Бірақ мынау Қытайдың сыртқы саясатының бірінші адамы, Қытай сыртқы істер министрі болған, қазір дәрежесі Қытай сыртқы дипломатиялық қарым-қатынастың жоғары дәрежелі өкілі деп аталатын, министрден де дәрежесі жоғары Ван Идің Мәскеуге сапары, бұл Қытайдың дәл қазіргі сәтте орысты қолдауға ашыққа шыға бастағанның белгісі. Қысқасы, Қытай Америкаменен саудаласып отыр. Мен орысты қолдамасын десең, менің талаптарыма көндеп Америкамен ойнасып отыр. Америкамен ашық ойнасып отыр. Енді Америка Қытай арасы бүлінейін ақ деп тұр. Қытай қазір сөздің шыны арсыздықтың шегіне жеткен соншалық, алып мемлекет орнынан тұрды. Алып мемлекет 3 жылдың ішінде адамзат тарихында болмаған індетті жеңді дейді. Қынадай қырылып қалғаның сенсің. Еуропа қынадай қырылған жоқ, Америка қынадай қырылған жоқ. Алып мемлекет адамзат тарихында болмаған таңғажайып кереметті жасап, ауыр індеттен жаңағы алып қалды дейді. Шешім дейді. Халық шыдамай аштықтан ереуілге шығып, наразылық бүкіл Қытайда көтерілгенде шарасыздан босаттың. Босатқаннан кейін ана вакцинаң ол нашар, не Еуропа Американың вакцинасын оны екпейсің халқыңа. Алдыңда халқың қырылып қалды ғой. Оны айтпайды. Табыспен халық партияны қолдап отыр деп оттап отыр. Енді қазір мына экономикасы әбден кері кеткеннен шошып, Америка Еуропамен жақсыланамыз, қарым-қатынасты дұрыстаймыз деп бастап, қайтадан орыс мәселесі келгенде қайтадан. Қысқасы, Қытайдың өзі бір жарым ес сияқты болып қалды ғой, жарым ес сияқты болып. Біресе батыспен қатынасын дұрыстағысы келеді, біресе орысты қолдағысы келеді, не істерін білмей қайшылықты күшейтіп отыр. Енді қызық, анау Еркін Тунияз деген Шыңжаң ұйғыр автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз. Былайша айтқанда ол ұлты ұйғыр, бірақ Қытайдың қуыршағы. Сол мына Америкадан санкцияға ілінген, ана Чинчанго бәрі бар. Енді соны Англия аяқ астынан Англияға сапарлайтын болып, Англиядан кейін Еуропаның басқа елдеріне сапарлайтын болып еді. Міне бүкіл дүние жүзі наразы болды. Бізде Твиттерде борадық, бізде бәленбай сұхбатты беріп тастадық. Жанаргүлдің тұтқындалуы туралы бүкіл дүниені шулаттық. Жанаргүл туралы енді білмеймін, 30-40 ақпарат жарияланды, ағылшын тілінің өзінде. Қытай тілді медианы айтпайық, ағылшын тілінің өзінде 30-40 медиа жарияланды. Содан әлгілер деген шу-шұрқан болғанда, Англияда халық наразы болып ереуілге шыққанда, енді Қытай коммунистінің Еуропаға сапары тоқтады. Енді бір қызығы, мына туысы Қытайда бар қазақтарға айтатын. Қытайда қазір мансаптыларды тұтқындау басталды, қазақтардың. Әлгінде ғана біздің каналда тағы бір қазақты қамағандығын тұтқындағанын айттық. Ал кешелері Алтайдың бір мансаптысын тұтқындаған туралы ақпаратты Қытайдың өзінің медиасы жариялады. Бұрын мына Алтай қаласының мына өлім жітім жөнелту мекемесі дейтін мекемесін салғызған кісі екен. Алтай қаласының жаңағы орынбасар әкімі сол сияқты болған екен. Одан бір мезгіл діни істердің жауапты қызметкері болған екен. Өзі қазақ кісі екен, атын ұмытып отырмын. Жариялаймыз оны. Мына халықаралық ақпаратқа беріп қойдық, алдымен солар жарияласын. Соны Қытайдың медиасы өз жариялап отыр. Қытай компартиясы медиасы соны жаңағы неше түрлі айып тағып, соны ұстап отыр. Енді қазір біздің қолымызға қазірге дейін 10 шақты қазақты тұтқындағаны туралы ақпарат келді. Ал тағы бір қазақты жаңағы Урумшиде тұтқындағалы жатқанда қан басым көтеріп, шалқадан түсіп, больницада екен. Қазір сол больницада емделіп жатқан қазақты қарулы күзетпен күзетіп отыр екен. Енді бұлар қазақтың қарапайым халқын тұтқындап түрмеге тығып, Жанаргүл Жұматайды қазір түрмеге тығып болды. Сөйткені сияқты, енді бұлар бір кезде өзіне адал еңбек еткен коммунистерді тұтқындап жатыр.
ұлты қазақ коммунистер тұтқындап жатыр. Енді мен бұл арада Қытайдың сыртқы саясаты мен ішкі саясатын айтып отырмын. Қазір Қазақстан Қытаймен визасыз режим орнатамыз деп отыр. Өткенде ол туралы жиналыстар болды. Қазақтың алға басар азаматтары, ол Қытайдан келген интеллигент зиялы қазақтардан тыс, осы Қазақстанда туып өскен интеллигент зиялының біразы бұл конференцияға қатысып, Қытаймен визасыз режимге қарсы анық дабыл қақты. Енді қалған бұны естіп отырған қазақтар, сіздер де дабыл қағыңыздар, желіге жазыңыздар, видео үндеу тастаңыздар. Қара Қытай қаптаса, қазақ жоқ боласың. Мен ол туралы бәленбай лекция сөйлеп қойдым. Оңтүстік Шығыс Азиядағы Камбоджа, Таиланд, Лаос, Бирма, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур сияқты елдердің бәрін Қытай басып қалды. Халқының 30%, 40%, 50%-не дейін Қытай алып кетті. Сингапурда 80% Қытай болды. Бүкіл экономикасының өзі барған жерінің 80-90% экономикасын Қытай ұстауды. Қазақстан Қытаймен визасыз режим орнатса, онда біткен жерің сол. Қара Қытай қаптайды, кәрі қыздың бәрін Қытай алады, мына орыс, анау мұнаудың бәрі Қытаймен өтірік некеге отырады да, Қытайдың бәрі азаматтық алады. Біздің азаматтық туралы заңымыз көші-қон саласы әбден параға батқан. Қазақ ала алмаған азаматтықты орысқа береді, қазақ ала алмаған азаматтықты Қытайға береді. Сонымен ең соңында Қазақстан дейтін мемлекеттің 50-60% Қытай болып, содан тотиып отырамыз. Міне. Содан бәрің чаң-чүңпаң, маң-чүңпаң деп баладарыңа Қытайша ат қоясыңдар. Ана Джек Ма деген келгенде, ана Қарин деген сұмырайлар баласының аузына түкірткізіп, тұсауын кескізіп, сөйтіп Джек Маның тура Құдайды қарсы алғандай қарсы алып кетіп еді ғой. Енді сол бәрін Қарин болып кетесіңдер. Бәрін Қарин болып, ана Тоқаевтың сүйкімдісі Қарин деген біреу бар ғой. Сол құсап кетесіңдер бәрін. Дариға Назарбаева бір кезде айтып еді ғой, Қытайша үйреніңдер деп. Сол Дариға осыны біліп айтқан ол сұмырай. Не, жоғары жақта жүр ғой ол. Ол Қытайдан қанша триллион ақша алды. Қазір ол қайда кетті? Африканың бір қара зеңгісіне қатын болып кетті ме, ешкім білмейді. Оны мына жаңа Қазақстан құратын тигрлерің, мына мысықтарың айтпайды оны. Қылмыстық іс қозғалмайды, Назарбаевтың інісіне қылмыстық іс қозғалмайды. Енді өтіріктен жаңа Қазақстан деп жүрсіңдер. Құлыбаев тұр, бүкіл байлық соларда. Дариғаң өзі, қош сау болыңдар, гудбай, до свидание. Енді іштен етпейді, 30 жыл ұрладым, болды. Сорлы қазақтар, до свидание деді де кетіп қалды. Отырсыңдар тотиып, Тоқайға орай берейік тигр деп. Мысықтан тигр жасап отырсыңдар. Әңгіме қайда жатыр? Ендігі әңгіме сол Қара Қытай өзінің ішкі жағында қазақтарға паспорт бермеді. Паспорт бер, паспортының бәрін жиып алған, тартып алған. Қазақтарда паспорт жоқ о жерде. Енді сода мына қатын бала шағасы Қазақстанда, біреуінің әйелі Қазақстанда, біреуінің баласы Қазақстанда. Сөйтіп екіге айырылып қалған ел паспорт бер деп сұраса, қылмыскерді тергегендей тергеп, сен неменеге паспорт сұрап жүрсің, сен отанға опасыздық жасадың деп, зіркілдеп әлгіні қамап алып тергеп, сосын ойбай Аллахи беллахи паспорт деп жаңылық қаппын. Болды, сол бармағаным, көрмегенім Қазақстан болсын деп, әлгі бейшаралар паспортын сұрай алмайды. Біреудің туған әке-шешесі Қазақстанда, анда баласы қалған. Жетеді, ондай әңгіме жетеді. Біреудің анда үйін сатқан, үйін ақшасын бөліп төлеймін деп алған біреу. Мына жаққа ол ел аман жұрт тынышта көшкен. Енді анадан ақшасын сұрап, интернет арқылы банктен жіберіп береміз деген жоқ. Шамаң жетсе келіп ал деп ана жақ отыр дейді. Оны өкіметте, кел мәселеңді шешіп береміз, барса қамайды. Қытай енді осындай болды. Жаңбыр бір жауады, терек екі жауады деп Қытайдың саясатынан пайдаланып, Қазақстанға көшіп кеткен қазақтың құқын қоса таптап, олардың анда қалған жерін тартып алып, жайлауларын тартып алып, заң бойынша ол жер 2046, 48, 2050 жылға дейін сол бұрынғы меншік иесінік. Мейлі ол қай жердің азаматы болып кетсе де. Енді қазір міне алаяқтық. Тіпті қайсы күні жігіттерден естіп жатырмыз, бізге шағым түсірді, арыз беріп. Кәдімгідей қарыз алған, нотариалды түрде қарыз алған,
Енді айтады дейді, Қытайға барып алып, шамаң жетсе келіп ал қарызыңды деп отыр дейді. Міне. Қысқасы, Қытай зұлымдыққа бет алып бара жатыр. Қазақты қамау қайта басталды. Қалың елім қазағым, жағаласпай жан қалмайды. Енді сол Қытайда қамалған, құқы тапталған туыстарыңның іздерегін бізге беріп, құқық қорғау күресіне атсалысқаннан басқа амалың жоқ. Амалың жоқ. Сосын мынау соңғы кезде мына кейбір шетелдерге қашып барған қазақтар аяқ астынан маған хабарласып көмек сұрап жатыр. Өте көбейіп кетті. 100 шақты қазақ болды ау шамасы. Мені қорғап қалсаңыз, маған куәгерлік хат жаңағы жазып берсеңіз, осындай құқы тапталған деп. Бірінші, мен ешкімге өтірік куәгерлік жасамаймын. Сен бізді қолдадың ба? Біз Қытайға қарсы күрескенде сен біздің сапымызда болдың ба? Атажұрттың офисіне тұмсығыңды сұқтың ба? Біз сотталып, біз жанымызды шүпірекке түйіп, үстімізден бір емес бәленбай мәрте қылмыстық іс қозғалып, атажұрттың азаматтарын біреуінің өзін кембінің 5 мәшинесі аңдып, мал мүлкіміз, ақшамыз мұздатылып, тартып алып, өзіміз 10 жылға сотталып қауіп төніп, үй қамақта түрмеде отырып, бір сотта аяқтасақ, екіншісі, үшіншісі болып жатқанда, сен бізден 40 километр алыста жүріп, енді жақсы өмір аңсап, дамыған батыс елдеріне қашып барып, ойбай аға, мен атажұртты баяғыдан 100 километр атажұртты қолдаймын деп таудың басына шығып алып сыбырлап, атажұртты қолдаймын деп айтып едім. Енді сен маған өстіп куә болып, мені мыналар Қазақстанға қайтарғалы жатыр, мені алып қал десең, сонда сен маған өтірік айт дейсің ба? Маған өтірік айт, ешқандай жаңа атажұртты қолдамаған, ешқандай саяси белсенділік болмаған сен сұмырайға, мен сенің сол Еуропа, Америкаға жеткенің үшін өтірік куәлік жазып береді деп отырсың ба? Сондықтан менің мессенджерме хабарласып, маған өтірік куәгерлік жасап бер деген қазақтар тиылыңдар. Мен егер нервіме, жүйкеме тиетін болсаң, сол елдің көші-қонына өз тарапымнан бір хат жазам, мына қазақтың түрінде көрген жоқпын, бұны бірінші осы хатымды алған бетінде Алматыға ұшатын ұшаққа сап жібер деп куәгерлік жасаймын. Бізге шындық маңызды. Қазақстанда жүргенде біздің маңымыздан 40 километр алыста жүріп, атаңның басына менен куәгерлік сұрайсыңдар ма? Біз қазір мынау Америкада, Еуропада бұқпантайлап қашып жүрген, Америка, Еуропада Қазақстанның елшіліктерінің тапсырмасын орындап, бейресми солардың тыңшысы болып, мына қазақ, Еуропа, Америкада қазақ қоғамын іштен ірітіп жүрген консулдың, Қазақстан елшілігінің тыңшыларын анықтап, солардың бәрін қудыру күресіне кірісеміз. Біз Қазақстанда орысшыл, қытайшыл иттерді жеңе алмадық. Бірақ Еуропа мен Америкада оларға жақсы күн көрсетпейміз. Себебі бұл жерде заң салтанат құрған. Сен осы жерде мынау мәскеушіл, қытайшыл биліктің итаршысы болдың ба, сенің демократиялық елдің топырағын басып жүруге сенің қақың жоқ. Біз құқы тапталған қазақтар үшін жүрегімізді жұлып бердік. Сол үшін басымызды тауға дұрдық, тасқа дұрдық. Қылмысты болдық, сотталдық, істі болдық. Бірақ алаяқтар мен қорқақтар, екібеткейлер мен арсыздар, енді аяғасына мен қазақ едім, мені құтқаршы деген әңгіме айтпа бізге. Ертең Қазақстанда біз демократиялық жүйе орнатқанда, бүгінгі биліктің жалдамалы жазғыштары болған, ұлт басына күн туғанда қазаққа қарсы жұмыс істегеннің бірін қалдырмай басын шабамыз. Сол үшін өткен үндеу тастадым. Бәрінің дәлел фактісін жиыңдар. Кім киембі болды, кім полицей болды, кім мына биліктің жаңағы бұлбұлы болып сайрап халықты үгіт. Мынау кім басына сәл дөріп алып халықты сәбір қыл, Нұрпатшаға бағын патша құдайдың жер бетінде көлеңкесі деп оттады. Соның бәрін бірін қоймай басын шабамыз.
Ол қазақтың саны қанша болады қызық емес. Қазаққа қарсы жұмыс жасады ма, оның қазақ болғанына қарамаймыз. Себебі біздің ұлтқа бір осы бойындағы бүкіл арамдардан арылып тазаратын бір орай туып тұр. Ол қалқара қазір демократия және диктатура деп қағекке жарылып тұрған осы сәтте біздің ұлтымызға да бір орай туады. Сондықтан бүкіл ұлтқа қарсы жұмыс істегендердің аудио, видео, Фейсбукте жазбасы болса скриншот, бәрін аман сақтап қойыңыздар. Ертең олар аяқ астынан ұлтшыл болып шыға келсе, дәлел таппай қалып жүрмейік. Дәлел керек олардың басын шабу үшін. Мына телеканалдағы биліктің бұлбұлдарынан тартып, мына журналист сатымсақ Фейсбуктегі жазғыш, мазғыш, титушка, митушка, мынау аңдығыш, киембі, судья, прокурор, бәрін бірін қалдырмай, қарс, тура. Себебі бұлардың көзін құртпай ұлт ретінде оңалмаймыз ғой. Осы иттердің көптігінің кесірінен анау қазақ халқының дені қайыршылық пен жоқшылықта өмір сүріп отыр. Өспей, көгермей, көктемей отырған себебіміз сол. Осындай сатқын сатымсақтардың көптігінен болып отыр. Халықтың надандығынан, қорқақтығынан, үркектігінен болып отыр. Екінші, орыстың жаулап алған жерінің біреусі мына Жапонның төрт аралы. Енді кезінде мына шүршіттер Қытайды жаулап алды, бірақ кейін Қытайдың құрамына шүршіт қосылып кетті, өзі ассимиляция болып жоғалып кетті. Негізі шүршіт бөлек ел болатын. Сол шүршіттер мына қазіргі Іле, Алтай, Тарбағатайды жаулап алды. Өзі Қытайды жаулап алды. Қытайды жаулап алған соң келіп Жер-жанат Жетісудың шығыс бөлімін, Іленің басын, Ертістің басын, екі қасиетті өзеніміздің басын жаулап алды. Іле, Ертіс екі қасиетті суымыз Қытайда қалды. Кейін сол шүршіт өздерінің ата-бабасының жерін орысқа тартқызып қойды. Бір бөлігі Қытайда қалған жері Қытайдың жері болып кетті. Енді қазір Қытай ұлтшылдары мен Жапон ұлтшылдары орыс басып алған Қытай жері мен Жапон жерін көтере бастады. Міне Жапонның әскерлері Украинға келіп, Украин жақ болып соғысып жатыр. Жапонның еріктілері. Енді осындай кезде бізге ой туады. Біздің ана Ресейде қалған жеріміз бар. Орынборымыз бар, Астраханымыз бар. Анау Керекудің, Қызылжардың бір бөлігі бар. Сарытау бар. Осы жерлердің барлығы қазақтың жері. Енді осы жерлерді алу үшін қазақ ояну керек. Үгіт насихат күшею керек. Екінші, орыстың боданында жатқан татар бауырларымыз бар. Ноғай бауырларымыз бар, башқұрт бауырларымыз бар. Мына тіпті мына жағында Алтай, Яқұттар бар. Осының барлығына үгіт насихат күшейтіп, ертең орыс тасталқан болғанда, осы телім-телімін шығарып, біз де өз ұпайымызды басып қалуымыз керекпіз. Осыған қазақтың жігіттері анау-мынау, ана өңкей қыртың-жыртың әңгімені тоқтатып, енді мына ұлттық тақырыпты кәдімгі қоғамдағы бірінші тақырыпқа айналдырайық. Қазақ дайын тұру керек. Ертең орыстың мына теуіп тезегін шығарса Америка мен Еуропа. Осы кезде біз орыс басып алған жерімізді біз басып қалатындай бір орай болу керек. Жақсы қалың елім қазағым, аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Мына лекцияны 1451 адам көріп отыр екенсіздер. Бөлісіңіздер, таратыңыздар, тіркеліңіздер. Халықты саяси, танымдық, тарихи, нанымдық тұрғыдан ағарту күресіне қатысыңыздар. Жай тыңдаған бетіңізде қарныңызды сипап жатып қалмаңыз, жұмыс істеңіз. Қазір мен лекциямды тоқтатам, сіз таратыңыз енді. Үгіт насихат жүргізіңіз. Себебі ұлттың мүддесі сенің балаңның мүддесі, сенің немереңнің мүддесі. Ол менің жалғыз менің мүддем емес. Мен мына ұлтты құтқаруға жалғыз мен Құдайдан патент алып болды, маған ғана бер, қалған қазақ қой бағып жүре берсін деп сұрап алған жоқпын. Маған көктен періште түсіп айтқан жоқ, ай, сен осыны сен ғана айналыс деп. Менің жекеменшік темам емес, сенің де темаң, сенің балаңның қызығы бұл, сенің немереңнің қызығы.
Ендеше сен айт, басың кетпейді. Осы үшін сен ешкім соттамайды. Тарат, үгітте. Нәзірде үгітте, тойда үгітте, бас қосуды үгітте, шарап ішіп отырып үгітте, сыра ішіп отырып үгітте, қымыз ішіп отырып үгітте, бас қосып отырып үгітте, таксиде үгітте, автобуста үгітте. Тұтас ұлт болып, ұлтшылдық бағытқа қарай бет бұрайық. Жақсы, аман сау болайық.